Бұл үшімейшілікте сызылған сырлы көз белгісін көргенсіз бе? Бұл һәмме нәрсені көруші көз деп аталады һәм көпшілік оны масонлықтың тикарғы символы деп біледі. Ол ақш долларында һәм басқа жерлерде де бар. Һәмме нәрсені көруші көз бізді түрлі имаратлардан, хәттегі Санкт-Петербургтағы Қазан соборының фасадынан да бақылап тұрады. Айтуларына қарағанда, бұл жасырын жәмиет тек қана символлар менен шекленіп қалмаған. Олар дерлік барлық жаһан революцияларына араласып, өз тәсір шеңберін бүткіл дүния бойлап тарқатқан. Джордж Вашингтон, Симон Боливар, Гёте, Моцарт, Мустафа Камал Ататурк. Бұл инсанларды не бірлестірген? Әлбетте, масонлар жәмиетіне ағзалық. Сонда хақиқатында да масонлар адамлардың санасын және дүнияны басқарады ма? Бүгінгі видеомызда біз масонлардың кім екенлігін және олардың қалай пайда болғанлығы хақында сөз етеміз. Видеомыз бастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Менің атым Айгүл. Егерде сіз өзіңізге қолай болған орынға жайғасып алсаңыз, біз басладық. Масон сөзі француз тілінен алынған болып, тас ұстасы деген мәністі аңлатады. Оларды еркін тас ұсталары франк-масонлар деп те атаған. Масонлардың шөлкемлесуіне ұсталардың дүния сыры, тұрмыстың мазмұны һәм жасаудан мақсат табу, барлықтағы хикметті анықтау болған. Масонлардың келіп шығуы хақында көптеген теориялар һәм болжаулар бар. Масонлықтың шамаменен келіп шығуынан бірі бұл Коллегия Фаврорум, Римдегі һәр түрлі тарау уәкіллері, ағаш ұстасы һәм тас ұсталары болған. Олар біздің эрамызға шекемгі 6-шы әсірде пайда болған. Бүткіл Рим империясы бойлап тарқалған һәм оның менен бірге жоқ болып кеткен. Тарихшылар шамалау бойынша әйне осы һәр қилы тарау уәкіллері Рим империясының Европа аймақларында болғанлығы себеплі келешектегі орта әсір гильдияларын ilhamландырған болуы мүмкін. Амелияты жергілікті құдайларға сыйыну менен тығыз байланысты болған өнерменшілік, технологияны сыр сақлау һәм өзара қоллап қуатлауға дикарланған еді. Сондай-ақ ол жерде гильдия ағзаларына айрықша жеңілдіктер берілетін болған. Бұл тема бойынша көптеген текстер болмаса да, өнерменшілік іздерін империядан Адриан Дювалынан жер орта теңізі жағалауларына шекен болғаны көптеген археологиялық қалдықларда табу мүмкін. Бірақ та орта әсірлерден масонлар қандайда бір құбылыс сипатында тілге алынған. Өзі не үшін масонлар достық жәмиетін жаратып, қандайда бір мәресімдер ойлап тапқан. Бұл үшін болса, сіз сол дәуірдің контекстін түсінуіңіз керек. Гәп сонда антик дәуірде, ямаса бірінші орта әсірлерде пайда болған масонлар, ибадатханалар һәм бай инсанлардың үйлерін құрған өнерменділер болған. Сол антик дәуірде де, орта әсірлерде де жәмиеттің келіп шығуы түрлі қатламларға бөлінген. Яғни, құллар һәм бойсынушылардан баслап, император һәм королларға шекем. Қиын көнлікпелер һәм ұқыплылықларды өткеру үшін олар достық, гильдиялар, ямаса ер адамлар клубларын дүзген. Бұл тап қазіргі іспілерменлер бизнес хақында сөйлескеніндей. Әсіресе орта әсірлерде қалалардың рауажлануы менен олардың рөлі де арта басылады. Қанеге хақында мағлұмат алу үшін сол уақытта социалдық тармақлар һәм рекламалар жоқ. Ауылдан қалаға жұмыс істеуге келген ұсталар өзінің атрапында белгілі бір байланыс орната бастаған. Олар бірлесіп өз тарауларындағы өзгерістер һәм жаңалықтарды додалады.
Орта әсірлерде болып өткен крест атланслары оларға да тәсір етпей қалмаған. Түрлі мемлекетлерде жүзеге келген масонлық шөлкемі ағзалары, яғни ұсталар крест атланслары давамында жүзеге келген ордендерге ұқсауды баслаған. Олардың өзлерінің ритуаллары, символлары пайда болған. Ұзақ тарихқа ие масонлардың түрлі тарау уәкілдері жиналған дәстепкі шөлкемі толық түрде 1717 жылы Ғаз һәм Сых барында дүзілген. Шөлкемнің аты да осы спиртлі ішімліктер ішілетұғын орынның атына бағышланып аталған. Егер бұрын масонлардың шөлкемлерінің құрамында тек ұсталар ғана болған болса, Ғаз һәм Сыхта әрқилы тарау иелері болған. Бұнан тысқары олар білімлендіруді рауажландыру тараптарлары болып, халықтың арасында білім дәрежесін жақсылау мақсатында қайырқомлық илажларын істеп тұрған. Бірақ та сол уақытта бұл шөлкемде саясатты додалау қадаған етілген. Бірнеше 10 жылдар ішінде бұндай шөлкемлер бүткіл бір Европа бойлап кең тарқала бастаған. Оның бұншелі дәрежеде кеңеюіне болса бірнеше себеплер бар. Ең тикарғы себеплерден бірі бұл қалаларда белгілі бір элитаның қалыптескені. Оқымыслы адамдарды бір жерге жинап, қандайда бір мәселені додалау үшін шариғат жарататұғын қандайда бір орын, ямаса клубқа болған талап есептелінеді. Яғни айтайық, Лондонда масонлар клубы дүзілді. Онда тәсілеп тек құрылысшылар ағза болып, құрылыс мәселелерін додалаған. Тәжірибе алмасқан болса, кейін ала саудагер, іспілермен, экономист, психолог, жазушы, қосқышы, актер, саясатшы, шахзада һәм тағы басқалар ізінен қосыла бастаған. Масонлар жәмиеттің кескін түрде бөлінуіне қарсы болған. Олардың клубына қосылудың ең тикарғы қызық тәреплерінен бірі сонда еді. Жиналыста алдыңызда кім отыруына қарамастан, іспілермен бе, шахзада ма, сіз оның менен тең дәрежеде болып, қандайда бір мәселені додалауыңыз мүмкін еді. Олардың хаттегі мынандай ұраны болған: еркінлік, теңлік һәм достық. Бірақ соған қарамастан оларда да белгілі дәрежелер болған. Мағлұматларға қарағанда қазіргі уақытта көпшілік масонлар шөлкемлерінде 33 дәреже бар. Бұны қандайда бір мәністе атақ деп те атау мүмкін. Орта әсір масонлары түсінігінде достық атамасы инсанлар арасындағы жүда күшлі байланысты, ямаса бірі-бірін туысқанлар сипатында тән алуды аңлатқан. Масонлықтың бұл ең ахметлі қадірі аға інілер һәм апа қарындаслар арасындағы мүнәсебетлердің орайында жатады. Ал достық мүнәсебетлерінің тикары болса, беру, алу һәмде бөлісуді үйретеді. Діни ақидапарастылар, инквизиция, антисеминизм һәм әрқилы бөлінулер еркін тұрмыс һәм инсан іскерлігі үшін қорқынышлы шариғатлар жаратқан. Бір уақытта масонлар үшін адамның келіп шығуы, жасы һәм миллетіне қарамастан достық оға да ахметлі болған һәм орта әсірлерде пайда болған демократияның зарур принципі сапланған. 1875 жылы ұлы француз жазушысы Виктор Гюго «Құқық һәм низам» атлы кітабын басып шығарды. Онда осы гәп ітібарға лайық: еркінлік, теңлік, достық. Бұлар ең жоғары текшенің 3 басқышы есептелінеді. Еркінлік — құқық, теңлік бұл хақиқат, достық болса қарыз. Еркінлік, теңлік, достық сүрені инсан құқылары декларациясына тең һәм ол бүткіл планетамыз бойлап тарқалмақта. Осы жерде бір нәрсені анықтастырып алайық. Біріншіден, масонлардың бірден бір орайы жоқ. Екіншіден, оларды кімдір қайердендір тұрып басқармайды. Ал үшіншіден болса, масонлар бүткіл бір дүнияны басқарады деген мағлұмат ертек. Масонлардың шөлкемлері дерлік бүткіл дүнияда бар, бірақ олар бірі-біріне бойсынбайды. Айтайық, Россияның масон шөлкемі Лондон шөлкеміндегілерді тануы мүмкін, бірақ оларға қызмет етпейді. Құласы ұлыма орай жоқ. Әрбір шөлкем өз низам қағидаларын жасап атырған мемлекетіндегі жағдайдан келіп шығып
орнатады. Масонлардың пайда болған сәнесі әр түрлі деректерде түрліше келтірілген. Мұнан сыртқары олардың әсірлер давамында белгілі болып келген символлары бар. Всевичие око, яғни һәмме нәрсені көріп тұратұғын көз. Бұл масонлардың ең атақлы белгісі. Масонлық философиясында бұл белгі масонлардың құдайы, әлемнің ұлы жаратушысы символикалық мәнісін аңлатады. Көз құдай һәммені бақылап тұрғанын есетіп тұрады. Және көбінесе үшмешлік һәм жақтылық нұрлары ішінде суретленген. Бұл ағартушылықты аңлатады. Және бір тарапы сонда масонлыққа қабыл етіліп атырған адам діндар болуы қатаң болған. Алдын тек христианлар болса, кейіншелі әр қандай діндегілер қосыла алған. Еңдік арғысы құдайға сену. Құдайға сенбегендер масонлыққа қабыл етілмеген. Циркуль һәм угольник бұл масонлардың екінші ең атақлы белгісі. Бұл екі белгі масонлықта жүді көп мәніске ие. Біріншіден, циркуль һәм мүйеш әлемнің ұлы жаратушысы болған құдайдың құраллары болып табылады. Екінші мәнісі сонда, егер угольник жер болса, циркуль шексіз аспанды аңлатады. Жи харібі әдетте циркуль һәм угольник белгісі ішінде кіргізіледі. Бірақ жи де ғаресіз белгі. Жи екі сөзді аңлатады: құдай һәм геометрия. Құдай әлемнің ұлы жаратушысына белгі, ал геометрия болса дүнияның жаралу көрінісі. Жанып тұрған жұлдыз. Масонлықта жанып тұрған жұлдыз масонды басқаратуын білімлерді аңлатады. Білім аспандағы жұлдыз сияқлы, туыры жолдан баруға жәрдем береді. Масон балтасы. Балта масонлардың профессионал символы болып, олардың келіп шығу тарихына белгі береді. Символикалық мәністе бұл балта тастың керексіз қырларын кесіп таслағанындай іллетлерді кесуді аңлатады. Сондай-ақ шөккіш тәртіп інтизамның белгісі де есапланады. Акация. Масонларда акация рухтың өлмей тұғылығын аңлатады. Себебі акация бархулла жасыл болып, масонларға әр бір инсанда өлімнен кейін өлмей тұғын мәңгі рух бар екенлігін ескертеді. Масонлықтағы акацияның екінші мәнісі пәкілік һәм айыпсызлық есапланады. Өзі масонлар бүткіл бір дүнияны басқарады деген мағлұмат қалай келіп шықты? Қалайынша әпуайы құрылышылық пенен шұғыланып жүрген инсанлар бірден бүткіл бір дүнияны басқаратуын сырлы жәмиетті шөлкемлестірді. Әзір біліп аласыз. Жоғарыда айтқанымдай, масонлар өз жиналысларында тұрмыстың мәнісі, оның хикметлері һәм сырларын додалаған. Бірақ бір күні шотландиялы Эндрю Майкл Рамзей масонлар хақында әзірге шекем тарқалып кетірған гәп сөздерді тарқатты. 14-ші ғасырдың басларында Франция патшасы Филипп IV тамплиерлердің ұлы магистрін өртеп, Рим папасынан тамплиерлерді тарқатып жіберуге рұқсат алғанынан кейін оларды Франция һәм түрлі мемлекетлерде қуып өлтірген. Тамплиер ордені Құддусқа қарата дүзілген крест атланслары уақытында дүзілген. Олар ең бай рыцарлар есапланады. Құласы қудалауға ұшыраған тамплиерлер өздеріне тыныш мәкан іздеген. Ал осындай тыныш жерлерден бірі болса Шотландия болған. Себебі Шотландияда тамплиерлерге басқа жерлерге қарағанда жақсы мүнәсебетте болған. Яғни енді олар алдыңғыға қарағанда тыныш жасап жатыр. Бірақ та Европада тамплиерлер Шотландияда қызметін дауам еттірмекте деген гәп сөздер тарқала бастаған. Рамзай тамплиерлер хақындағы гәп сөздерменен масонлар хақындағы айымғы гәп сөздерді бірлестіріп, оларды бірі-біріне байланыстырып жіберген. Оған қарағанда Құддуске жүріслер доғамында тамплиердің резиденциясы ең бірінші масонлар құрған мақбарада жайласқан болған. Сол себепле тамплиерлер масонлардың хикметлерінен хабардар болған һәм бұл хикметлерді әзіргі масонларға тапсырған. Айрым жағдайларда тамплиерлердің оғада бай екенлігін олар масонлардың данышпандылығынан хабардар екенлігі менен байланыстырған. Бірақ олардың байлығына хикмет емес, әйне сүтқорлық һәм сауда менен шұғылданғаны
себеп болған. Масонлардың сырлылығы көплеген патшаларды қауітерге салған. Себебі олардың жиналыстарында жәмиеттің элитасы да қатынасқан. Соның үшін да жас шахзадаларда бұған қызығушылық болған. Бұл болса әлбетте императорлар және патшаларда қорқыныш оятқан. Мысал үшін Россия императоры Екатерина II дәслеп масонларды менсінбей ітібар бермеген болса, кейін ала қауітерге түсе баслаған. Бұған себеп оның мирасқоры Павел атрапында масонлардың көбейіп баратырғалығы еді. Бұнан кейін Павелдің тәрбиешісі Никита Иванович Панин де масонлар жиналысына қатынасып жүрген еді. Екатерина II масонлар қаншелі дәрежеде қауіплі екенлігін білмеген һәм ол масонлар оның мирасқорын тақтқа отырғызуға ұрынуынан қорққан. Бұл процесті Францияда болып өткен революция күшейтіп жіберген. Онда масонлардың қатынасқанлығы Екатеринада масонлар мемлекет аударыспағын өткеруге бейім адамлар екенлігіне гуман қалдырмады. 1792 жылдан баслап Россияда масонларды қудалау басланады. Өзі не үшін масонларды мемлекеттің аударыспағын өткеруші шөлкем деп есаплайды? Дәслеп апуайы бір сәубет үшін дүзілген құрылышылардың бұл клубы қалайынша соншелі дәрежеде саясатласып кетті. Ұлы француз революциясын шынында да масонлар өткерген бе? Видеоның басында айтып өткенімде, масонлардың жиналыстарына уақыттың өтуіменен әр қилы тараулардан адамлар қатынаса бастаған. Әлбетте олардың арасында саясатшылар да бар еді. Масонлардың ішкі қағидасы бойынша жиналыстарда саясатты додалау қатаң түрде қадаған етілген болса да, бұл дәрежедегі саясатшылар жиналған жерде мемлекеттегі жағдайды додаламау мүмкін емес. Францияда да осыған ұқсас жағдай болған. Революцияны масонлар емес, масонлар жиналысында қатынасушы элита істеген. Ауа, революция ұраны масонлар ұраны менен ұқсас еді. Бірақ та революцияны өткерген якобиншілердің айрымлары ғана масонлар жиналысында қатынасып барған. 18 әсірден баслап масонлар жиналысында жәмиеттің жүді көп санлы алдыңғы қатламы қатынасқаны себеплі дүнияда болып атырған har қандай тынышсыз емаса әдеттен тысқары жағдайларда масонлар айыпланатұғын еді. Себебі әр бір іс процесінде кемінде бір адам масонлар жиналысында қатынасқан. Бұл өз кезегінде масонлар дүнияны басқарады деген конспирологияның келіп шығуына алып келген. Бірақ бұл апуайы болжаулар һәм абсурд. Бұның үшін процестің салмағы басқарылатын орай керек. Ал масонларда болса ол жоқ. Масонлар дүнияда жүз беріп атырған жағдайға бейімлеседі. Мысал үшін, Лондондағы масонлар біраз уақытқа шекем мұсылманларды және қара денелілерді өздерінің құрамына кіргізбеген. Бірақ та уақыттың өтуіменен діни және расалық ажыратулар жоғалған. Қайсы бір мемлекеттегі шөлкемде болса, бұндай шекілеулер қалған. Яғни әр бір масонлық шөлкемі өздерінің қағидаларын өздері белгілейді. Бүгін масонлар дүнияны басқарады деп сенетұғылар ал жасады. Себебі өзіңіз ойлап көрің, қандай да бір адамлар бүткіл планетаға иелік етіп, әр секундта 7 миллиардтан артық адамның санасын басқарса. Бұл жүда күлкілі жағдай әлбетте. Бұл видеоны көргеніңізден кейін сізде сенетұғылардың қатарында болмайсыз деп ойлаймын. Әзірге келіп масонлар өзінің дүзіліс уақытындағы мәнісін жоғалтқан. Дәслеп апуайы құрылысшылар өзара байланыс орнату мақсатында жиналған болса, кейін ала өз тұрмыс тәрізін жаратқан. Бұнда әлбетте кресатланслары тәсір еткен һәм дінилескен. Кейінірек дүния өзгерген сайын олар да өзгерген. Әзір масонлық тек қана айрым адамлар қызығатұғын кішігірім клублар ғана. Олар хақындағы мағлұматлар, жиналыстарынан видеоларды интернеттен беймәлел табуыңыз мүмкін. Олардың ешқандай құдіреті ямаса потенциалы жоқ. Масонлардың орнын әлі қашан социалық тармақлар иелеп болған. Және қандай да бір мағлұматқа ие болу үшін бір топарға қосылу шарт емес. Құласы әр бір жағдайға себеп таба алмағаныңыз үшін бұның артында кімдір тұрыпты деп емес,
бәлкім сол жағдайды ямаса уақияны толық түрде үйренің. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Осыған ұқсас және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Бізді қолдап қуатлағаныңыз үшін баршаға рахмет.